Бесінші күйеуден бағым жанар мекен. Екінші бөлім. Сол күйінше менің үйімде қонып қалды. Таңертеңгі шай үстінде Ернұрға оқуымды бітірген соң еліме жылжитын ойымды айттым. Осылайша ара-тұра ол менің үйіме жиі бас соғатын болды. Бір күні Ернұр маған сөз салды. Өзіңмен қайда болса да кетуге әзірмін. Маған дұрыс отбасы керек. Осылай жүремін бе қаңғырып, деп мұңайған оның жүзіне бажырайып енді ғана қараппын ғой. Ернұр өзі былай қарасаң көрікті алып денелі жігіт екен-ау, деп ойладым ішімнен. Сөйтіп араласып, кездесіп жүріп, менің дипломым да тиді қолға. Жиынып, терініп, екеуміз қол ұстасып елге келдік. Ауылға жақын орналасқан шағын қаладан бірден пәтер жалдап жұмыс қарастырдық. Маған мектептен орын, оған күзетшілік жұмыс табыла кетті. Бірақ Ернұрдың құжаттары әйелінің қолында қалып қойғандықтан біраз қиындықтар туындады. Жұмыс реттелген соң ауылға барып, апама рахметімді жаудыртып, жағалы киім кигізіп, баламды алып қайттық. Баланы мектепке беріп, тап-тамаша жұбайлық өмір кешіп жаттық. Бір күні Ернұр, мына күзетшілік ақшасы да аз, дұрыс жұмысқа тұруым керек қой. Алматы жаққа барып, құжаттарымды реттеп қайтайын деді. Мен құптадым. Балам жанымда, алаңдайтын не бар? Ернұр құжаттарын реттеп келсе, мүмкін кейін оқып та алар деп жоспарлап қоям. Құжаты жоқ болғандықтан автобусқа отқызып жібердім. Сол кеткеннен ол мол кетті, оралмады. Неге екенін білмеймін. Қоңырау да соққан жоқ. Бұл кезде мен жүкті едім. Ернұрды әне келеді, міне келеді деп күте-күте шаршадым. Баламыз туылды, тай-тай басып, сүндетке отырды. Мектепке де барды. Ал Ернұр келмеді, тіпті хат та жазбады. 3 рет күйеуге тиді деген ат жақсы емес қой, енді күйеуі құрсын деп бекіндім. Бірақ тағдыр жазса болмайды екен. Мектепте мұғалім болып істейтін Сәбит деген жігіттің әйелі қайтыс болған. Жалғыз қызын тәрбиелеймін деп қиналады да жүреді. Бір күні менен қызына базарға барып, мерекеге көйлек таңдап беруді өтінді. Кейін жұмыстан қолы босамай жатқанда қызын менің үйіме әкеп тастайтын болды. Бара-бара қызы маған бауыр басып, үйіне қайтқысы келмейтінді шығарды. Анасы жоқ қызды өзімде қимайтын болдым. Ол өсіп келеді, ана керек қой. Ақыл кеңес беретін адамы жоқ. Бұлай екі ортада сенделгенше 2,5 болайық деп шешім қабылдадық Сәбит екеуміз. Өкінішке орай Сәбит өте қызғаншақ адам екен. Менің мектептегі дене шынықтыру пән мұғалімдерінен, бұрынғы күйеулерімнен қызғанып, әрнені сылтауратып, тепкінің астына алатын болды. Тіпті аздап қызыңқыраған кездері мыналардың әкесі қаңғырып қай төбеде қалды екен деп қалды. Сол күні полиция шақырып, Сәбитті қуып шықтым. Бір мектепте жұмыс істесек те қайтып сөйлеспейтін болдық. 5-ші күйеуге тимесем де болатын еді. Бірақ балаларымды мектепте толық емес отбасы, әкесіз жетім деп тізімге жазатыны маған да оларға да қиын тиіп намыстанып жүрдім. Олардың да көздері жаутаңдап, әкесі бар балалардың алдында төменшіктеп қалатындай. Түрлі мінез құлықтан жалыққанмын ба, мен осы жолы айды аспанға шығарып, мешіттің имамына тұрмысқа шықтым. Дін жолындағы адам шектен шықпас деп ойлаймын. Ол бұрын үйленбеген адам. Әйтсе де аузым күйіп қалғандықтан одан бала көтермей жүрмін. Қазіргі тұрмысымыз жаман емес. Еш жиып, етек жапқан соң үлкен ұлыма әкесінің өлгені туралы анықтама алғызып, жәрдемақы рәсімдеп алғанмын. Үйім бар, жұмысым бар, күйеуім балаларыма дұрыс қарайды. Әйел 40 шырақты дейді ғой қазақ. Сол шырақтың бірі жанған болар деп тәуба етемін.